Мен бүгін сіздермен осы сайтпен бөліспекшімін. Бұл Teachable деп аталады. Бұл сайт арқылы сіздер сабақтарыңызға қажетті оқу материалдарын, яғни оқушыларға таратуға арналған тапсырмаларды жасауға болады. Мына жерге біз, мысалы, мына жерде біз сыныбын таңдап аламыз. Мысалы, 7-ші сынып. Мына жерде түрлерін таңдап алуға болады. Мысалы, мен мынаны таңдаймын. Мына жерде егерде ютубтан алынған видеоны қоссаңыз болады, немесе файлы жүктесеңіз болады, немесе сілтемені жүктеуге болады. Мен енді мына жерге өзім былай жазып көрейін сіздерге көрсету үшін. Мысалы, биология сабағынан сабағы судың тірі ағзаларға пайдасы туралы тапсырмалар. Мысалы, қоссаңыз болады. Мысалы, мәтінмен жұмыс, топтық жұмыс деп. Енді осылай жібересіздер. Кішкене күтеміз. Сізге бірнеше тапсырмаларды қосып беретін болады. Мынау 1, 2-ші степ, 3-ші, 4-шіге келген кезде сіздің тапсырмаңыз дайын болады. Міне бізге тапсырма дайындап берді. Міне аты жөні, күні, судың тірі ағзаларға маңызы деп тақырыбын шығарды. Оқу мақсаттары, тірі ағзалар судың кем дегенде 3 негізгі қызметін атау, неліктен судың тіршілік үшін маңызды екенін түсіндіру. Міне мәтінмен жұмыс, маған мәтін берді. Мына жерде негізгі сөздерді жазып қойды. Мына жерде түсінуге арналған сұрақтар. Мәтін бойынша судың тірі ағзалар үшін ең 3 маңызды қызмет атаңыз. Мәтін бойынша сұрақтар берілген. Міне неліктен суды әмбебап еріткіш деп атайды, және оның ағза үшін қандай пайдасы бар. Міне, маған дайын тапсырмамды міне дайындап берді уже. И топтық тапсырма міне. Нұсқалық оқушылар 3-4 адамнан тұратын топтарға бөлініңіз. Әр топқа берілген тақырыпты зерттеп графикалық ұйымдастырғыш толтырыңыз және нәтижелер. Мына жерде басып, үстінен мысалы сізге мына сөз ұнамаса, өзіңіз басып былай өзгертсеңіз болады негізінде. Немесе өшіріп тастасаңыз болады. Тағы да былай өзгертуге болады. Міне мынаны да. Топтық айналыс судың рөлі міне. Бірінші топ қоректік заттарды тасымалдау, температураны реттеу. Міне мына жерге графикалық ұйымдастырғыш деген тәсіл арқылы топ тақырыбын жазады, негізгі идеялар, мысал, маңыздылығын жазады. Осылай топтарға таратып берсеңіз қағазды шығарып. Міне бекіту және қорытынды, тұжырым, су тасымау, міне негізгі тұжырымдар, ой толғау дейді. Сізге осы 3 беттік тапсырма дайындап берді. Енді біз бұны мысалы экспорт деп жасаймыз. Download деген басып көрейік. Бағандарыңыз дұрыс болады. Міне, маған PDF форматта шығарып берді. Міне дұрыс шығарып берді. Енді осыны алып, сіздер кәдімгі ноутбуктарыңыздан печать етіп бассаңыздар болады шығарып. Міне. Бізде печать еткен кезде міне бағанағыдай емес, кәдімгідей дұрыс шығып тұр. Принтерларыңызды таңдайсыздар, шығарасыздар, бірнеше штугын шығарсаңыздар, оқушыларға таратып беруге өте ыңғайлы. Осымен болды бүгінгі тақырып, бүгінгі сіздерге көрсететін.